Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге мынадай ірімшіктен жасалған пирогтың жасалуын көрсетемін. Бұл пирогтың дәмі ерекше. Дәмі сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бөлме температурасында тұрған майды ыдысқа саламыз. Енді осының үстіне қант саламыз. Екеуін вилкамен жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше дейін жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқаны саламыз. Тағы да араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Массамыз біркелкі болды. Енді ұнға нан содасын саламыз. Енді араластырамыз. Осы ұнды массаға бірте-бірте салып, аз-аздан араластырамыз. Осылай араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Бұны енді холодильникке 15-20 минутке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайық, яғни начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ірімшік қажет. Бұл ірімшікті дайындауды осы видеоның астындағы сілтемеден көре аласыздар. Енді осы ірімшікке қант қосамыз. Жұмыртқа қосамыз. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Міне салмасы дайын. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Бірдей қылып екіге бөлеміз. Біреуін морозильникке салып қатырып қойсаңыздар болады. Ал қазір біз біреуінен жасаймыз. Морозильниктен кез келген уақытта алып, пирог жасасаңыздар болады. Қазір біз бір бөлігінен жасаймыз. Мен мынадай форма алдым. Сіздерде кез келген форма алсаңыздар болады. Ішін жақсылап тұрып маймен майлайсыздар. Енді осы қамырымызды осы формаға жаямыз. Мен қамырды біркелкі қылып формаға жайдым. Енді ортасына салмасын саламыз. Салмасын салдым. Енді біркелкі қылып тегістеп шығамыз. Салмасын біркелкі қылып тегістедім. Енді пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне пирог дайын. Енді осы күйінде суытасыздар. Енді мен сіздерге пирогты кесіп көрсетейін. Міне қараңыздар. Міне пирогымыз. Дәмі өте ерекше, әрі жұмсақ.
өте жұмсақ болып шығады. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, менің инстаграмдағы парақшама және осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген видеолар болады. Рахмет, сау болыңыздар.